Жоқ, сенбеймін. Өйткені кез келген экономикалық бірлестіктердің тарихы мен даму табиғатын қарайтын болсақ, мына орталық Азия бұл форматтарға келмейді. Сондықтан орталық Азияда бір бірлік болады дегенге мен өзім сенбеймін. Бұл да бір даулы мәселе. Біріншіден, көшбасшылықты кім белгілеп берді? Егер өз-өзімізді көшбасшымыз деп жариялайтын болсақ, оны қалғандар мойындады ма, мойындамады ма деген екінші мәселе. Одан кейін орталық Азияда әлі бір бірлестік болмағаннан кейін, тек экономикалық көрсеткіштер бойынша бірінші тұрмыс істегеннен кейін қалған мемлекеттер бізге мойынсыну керек дегендердің бұлардың барлығы бір сәл әсіре сілтеген болып келеді. Сондықтан Қазақстанның орталық Азияда лидер ба, лидер емес па дегеннің өзі сәл күмәнді сұрақ қой. Енді егер орталық Азияда жаңа бір бірлестік немесе бір экономикалық бір кеңістік құратын болса, Қырғызстан сол мүмкін емес. Өйткені біріншіден орталық Азияда кез келген проблеманы 5 мемлекеттің қатысуысыз, 5 мемлекеттің біреу қатыспаса, ол мәселе шешілмейді. Соның үшін логистика болсын, су мәселесі болсын, энергетика саласы болсын, қай мәселе болсын, бұл мәселе шешілмейді. Сондықтан Қырғызстанның бұл жерде рөлі өте маңызды.